Аға мына қазір әлеуметтік желіде қазақ депутатының орыстың жерлерінің біздікі екенін дәлелдеп айтқан интервьюі үлкен дау тудырып жатыр. Орыстар деген әбден ашуланып, сол неше түрлі балағаттарды жаудырып жатыр. Түсінікті. Бірақ олардың айтқан сөздеріне біздің сөзіміз қарсылас болды. Бірақ ол сөздің астында ешқандай күш жоқ. Ол сөздің енді былай қарағанда шынымен енді ол бәрі Алтын Орданың жерлері қазір. Мәскеу, Петербургтан басқалары, Петербург, анау Архангельск, анау қалалар ол Алтын Орда емес. Мәскеудің храмдарын қазып көрсең, оның бәрі фундаменті бұрынғы Алтын Орданың салынған үйлерінің несі. Ғимараттардың фундаменттері. Оны қайтадан талқылауға керек жоқ, бірақ депутаттың сондай сөз айтқаны енді ол бұрынғы депутаттың ешқандай күші жоқ оның сөзінің. Ол өзінің пікірі. Бірақ ол орыстарды кішкене орны келтірді олар. Ойланып қалды, шынымен де неге Сарытау дейді. Это жақсы болды кішкене орыстардың кішкене былай. Тиді олардың, әтсе қазақтың тиісе береді. Бізден алдыңдар, біздің квартирансыңдар, анаусыңдар, мынаусыңдар деп, сонда өздері ойлау керек, кімнің жерінде олар отыр екен. Ол шынымен рас. Шынымен рас. Ол бәріне келгенде Астархан, Орынбор, Төмен, Құрған жергеде ол бәрі қазақтың жерлері бұрын болатын оны. Итеріп сөйтіп ақырындап сөйтіп қазақтың жерін талайын тартып алды, жайықпыз. Енді ол жерді біздікі демей қояйық. Біздің өзіміздің жеріміз дейді бізге. Ресей ыдырағаннан кейін ол жерлер бізге қосылуға тілегін айту мүмкін бе? Мүмкін. Онда сөзсіз. Орыстың империясы енді оның отырайтын уақыты келді. 17 жылда ыдырады, 91 жылда ыдырады. Сонда бәрі соғыстан басталды. Бірінші дүниежүзілік соғыстың артынан Орыс империя ыдырады, революция болып. Афган соғыстан кейін Совет үкіметі ыдырады. Енді қазір Украин соғысы, Афган соғыстан да қиын болып жатыр. Бірақ аяғы Орыс федерация ыдырайды. Одан орыс халыққа ешқандай зиян келмейді. Путиннен құтылса, олар бәрі бостандыққа шығып, экономикаға, жердің экономикасына қайтадан кіріп кетсе, олар аудан болып көтеріліп кетеді. Аның бәрін құртып жатқан, тонап жатқан қазір бәрін халықтың. Орыстың халық кедей болғанда сұмдық кедей. Москвадан шықсам, шеттерінде мен өзім көрдім қандай олардың үйлерін тозған, мектептерін тозған, жолдарын тозған. Вообще дамаған түкті жоқ Ресейде қазір. Екі қала бар, Мәскеу мен Петербург. Қалғандары кейіннелер, сұртерлер. Сөйтіп, ол халық әндерден біреудің жеріні көзін алартам деп, өз жерінен айырылады сөзсіз. Бірақ ол ешқандай не емес, трагедия емес. Якуттар кетеді, бостандыққа хақастар кетеді. Абхазия көтеріліп жатыр ол қазір. Бәрі көтеріліп жатыр. Көтеріліп жатыр, башқұрттар көтеріліп жатыр, буряттар көтеріліп жатыр, енді шешендер көтеріліп жатыр. Бейшара абхаздар көтеріліп жатыр, тозған. Тіпті шөтірбет оларға тиісіп, олар Грузияның несінде болғанда, олардың пенсиясы, орыстың пенсиясын 2 есе, 3 есе көп болатын шалдардың, адамдардың. Сонда олар енді, олардың мұнайы жоқ, түгіде жоқ. Абхаздың сататындары жалғыз нелер, мандариндер, апельсиндер. Сол жетау болдым көрген олардың.
жазылған менің кітабымда аққаздар қандай екендерін. Олар мұсылмандар бәрі сап сары өздері. Вот. Батыр халықтар. Тыныш отырды ғой, не болды осылар? Қажи голос келсе, сол жерде сұмдық басталады. Кедейшілік, қантөгіс, революция. Тыныш отыру керек орыстарға. Олардың уақыт өтіп кетті. Олар енді Гумилевтің несін кітаптарын оқып, кітаптың ішіне жарқыраған Византияның жолымен не тозу, ыдырап тозу деген оны талап жерін талап алып кетеді бәрін де істегенде. Бәрі халықтардың, Россия империяның халқы, бәрі арманы орыстардан құтылу. Орыстардан басқа жау жоқ, қиын. Қазіргі күндердің енді болып жатқаны. Ал олардан да әр ел өзіне енді Құдай берген несін ие болады, несіне бастық болады. Оларға бастықта қаңғыбас детдомовец Путинді берді. Путиннің туған жері Сталиннің туған жерінен бір 50 шақырым екен сонда. Анау неде, Горийде. Сол судың жағасында, мен Балатапарда сөйдеп жүрдім. Сол екеуі сөзді жүгіріп жүрген екен. Біріншіден Сталин сол жерде, Иосиф балық аулап жүрген. Оның артынан кейін, 52 жылдан кейін Путин дүниеге келді. Вот цивилизация. Сиыршығы цивилизацияның қайтадан күзен емес, орыста емес, олты белгісіз. Шешесі белгілі, ол әлі дүниеде жүр. Әкесі бір енді солдат дейді, бір солдат болған сол жерде. Не жұмыскер, командировочный. Сөйтіп ол деген детдомда өсті. Детдомның өскен бала ол енді бұзылған бала болады. Өш. Әбден қорлыққа көрген детдомда. Ол әлемге, бәр адамзатқа өш көп шығады сол жақтан детдомдар. Біздің қазақтар бастықтар енді детдомнан шыққан бастықтарды көрдік қой, қандан келгенін. Коммунизм үшін өзінің ұлтын бәрін қырып тастаған сол детдомстар. Соның арқасында көтерілген жоқ детдомстың арқасында. Оның бәрінде көрген түркмендерде оның бастығы детдомист болған, басқалардың бәрі сол бәріне басқа детдомистер соның бәрін қырып жатыр. Соның арқасында. Сондай. Қазақтың халқы тыныш отыру керек.